Ибн Мажа риуаят етеді. Тозақлар бір мәрте қатты жылайды. Көп жылап көз жастары құрғайды. Содан соң көз жасының орнына қан ағады. Міне, содан жүздері қатып шырт-шырт жарыла бастайды. Бұл жарақаттардан аққан қан дариясына кеме салсаң жүзіп кетуі мүмкін. Риуаят өте қорқынышты ғой, иә? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін тозақ азабы туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бухари риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам көбіне уа жаратқан иеміз, бұл дүниеде де ақыретте де бізге жақсылықтарды бере көр және бізді тозақ отынан сақта деп көп дұға қылушы еді. Абу Яғла баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір құтпасында екі ұлы нәрсені, тозақ пен пейішті ұмытпаңдар деді. Сөйтіп жылағанда сақалы көз жасына жуылды. Оның артынан жаным қолында болған Аллаға ант етейін, ақырет жөнінде мен білгенді білсеңдер, бұл таза топырақтың үстінде тәкаппарланбай, әрдайым жаяу жүріп жүздеріңе топырақ жағатын едіңдер деп айтты. Табарани Аусатта былай деп жазады. Бір мәртесінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жанына Жәбірейіл періште кенеттен келе қалды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, уа Жәбірейіл, не болды, өңің қуарып тұр деді. Жәбірейіл, келмес едім, Алла тағала тозақ отын үрлеушілерге алауын күшейту туралы бұйрық берді деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, уа Жәбірейіл, маған тозақтың көрінісі қандай болатынын суреттеп берші деді. Жәбірейіл алейхиссалам Алла тағала тозаққа бұйырды. Ол 1000 жыл жағылып ақ қорға айналды. Содан соң тағы 1000 жыл жағылғанда қып-қызыл болды. Содан соң тағы 1000 жыл жағылғанда қап-қара болды. Тозақ қазір қап-қара. Алаулап жанған отта жылт етіп ұшқан ұшқыны да жоқ. Сені хақ пайғамбар қылып жіберген Аллаға ант ішіп айтайын, егер тозақтан кішкене тесік ашылса, оның ыстығынан бүкіл жер жүзіндегілер өліп қалар еді. Егер тозақтың жазалаушы періштелерінен біреуі жер жүзінде көріне қалса, оның жағымсыздығынан және сасықтығынан жер жүзіндегі барлық жандылар қырылып қалар еді. Сені хақ пайғамбар қылып жіберген Аллаға ант ішіп айтайын, егер Алла өз кітабы Құранда сипаттап айтқан тозақлар маталған шынжырлардың бірақ жүзікшесі жер жүзіндегі тауларға түссе, таулар оның салмағынан жерге батып кетер еді. Сөз сол жерге келгенде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, уа Жәбірейіл, жетеді, жүрегім жарылып өліп қалармын деді. Содан соң пайғамбарымыз Жәбірейілге қараса, ол жылап жатыр. Пайғамбарым содан, уа Жәбірейіл, неге жылап жатырсың? Сен Алла бұйырған істі арқалап ұлы орында тұрсың. Сен қорқатын ешқандай негіз жоқ қой деп сұрады. Жәбірейіл, мен жыламай кім жыламақ еді? Керісінше мен көбірек жылауым керек. Алланың алдында бәлкім мен басқа жағдайда шығармын. Бәлкім Іблістің басына келген сынақ менің де басыма келе ме? Білмеймін. Ібліс те періштелерден еді. Бәлкім менің де басыма Харут пен Маруттың басына түскен бәлелер түсер. Оны да біле алмаймын деді. Бұл сөздерді естіп Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам да Жәбірейіл де жылады. Көз жасы көл болды. Міне сол сәтте бір үн естілді. Оларды атымен шақырып, уа Жәбірейіл, уа Мұхаммед, Алла сендерді өзіне қарсы шықпаған бейкүнә қылып жаратты деді. Мұны естіп Жәбірейіл көзден ғайып болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса сыртқа шықты. Сыртта бірнеше кісі ойнап күліп мәре-сәре болып жатқан еді. Оларға, күліп жатырсыңдар ма? Арттарында тозақ бар. Егер мен білгенді білсеңдер, аз күліп көп жылар едіңдер. Жеген ішкендеріңді ас қыла алмай, тауларға шығып Аллаға жалбарар едіңдер деді. Міне сол сәтте Алла елшісіне бір үн естілді. Ол пайғамбарымыздың атын атап, уа Мұхаммед, сен пенделерімді үмітсіз қылма. Мен сені сүйіншілеуші қылып жібергенмін. Адамдарды қинау үшін жіберген емеспін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, тура жолдан адаспаңдар, тура жолға жақын болыңдар деді. Бір мәрте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейілден, мен Микаилдің күлгенін көрмедім, неге ондай деп сұрады. Жәбірейіл алейхиссалам, Микаил тозақ жаратылғаннан бері еш күлген емес деді. Достар, осымен видеомыз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Алла бәрімізді тозақ отынан сақтасын, азабынан. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.